Соңғы 5 жылда шамамен 627 миллион теңгені мемлекеттік сатып алудан алған жазушылар одағы құрылтайшылар құрамында кімдер бар? 11 адамнан құралған құрылтайшылар қалай пайда тауып отыр? Бұл туралы ашық дереккөз не дейді? Сіз бен біздің төлеген салығымыздан түскен ақша кімнің қалтасына және қандай мақсатпен кетті? Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Одақтың құрылтайшылар құрамы соңғы рет 2019 жылы 28 ақпанда өзгерген. Оның құрамына 11 адам кірген. Олардың үшеуі қайтыс болса да, әлі құрылтайшылар қатарынан шығарылмаған. Құрылтайшылар қатарында Нұрлан Оразалин және Несіпбек Айтұлы иелік ететін һәм басқаратын компаниялар салық төлеушілердің есебінен қанша қаражат алғанын анықтадық. 2018 жылдың 7 маусымынан бастап басшысы Оразалин болған Анарс баспасы 2016 жылдан 2020 жылға дейін 8 рет мемлекеттік тапсырыстан 140 миллион 222 мың 183 теңге 41 тиын алған. Бұдан бөлек баспа 2016 жылы Мәдениет және спорт министрлігінің тапсырмасымен әдеби әлеуметтік маңызды шығармаларды басып шығару үшін, дәлірек айтсақ, Нұрлан Оразалиннің шығармалар жинағының 7-ші, 8-ші, 9-ші және 10-ші томын шығаруға 10 миллион 714 мың 200 теңге алған. Орындалған жұмыстың актісіне сай, әр том 2 миллион 678 мың 550 теңгеге бағаланған. 2019 жылы Анарс баспасы Білім және ғылым министрлігінің тіл саясаты комитетінен 19 миллион 446 мың 428 теңгеге тапсырыс алып, оның 7 миллион 71 мың 428 теңге 57 тиынына Оразалиннің қос тілдегі кітабы Көкжалдар дәуірі Время волчицы шығарған, ал қалған 12 миллион 375 мың теңгеге Тұрысбек Сәукетаевтың Жел қайық романы басылған. Екі кітап бойынша тираж бен қызмет түрлері де бірдей. Риторикалық сұрақ тумай ма? Құрметті оқырман, теңге чектің келесі санын жіберіп алмаңыз. Келесі шығарылым одақтың тағы бір құрылтайшысы Несіпбек Айтұлына арналады. Егер тақырып көңіліңізден шықса, фактчек кезеттегі материалымыздан толық оқи аласыз. Әлеуметтік желімізге тіркеліп, видеомызды бөлісіңіз. Теңге тиыннан құралатынын естен шығармайық. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.